Мен Өтегенова А қызы. Түпқараған ауданы Ақшұқыр мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Болашақ педагогика ғылымдарының магистрантымын. Еңбек өтілім 1 жыл 7 ай. Санатым педагог, модератор. Жас маман ретінде алғашқы еңбек жолымды Ақшұқыр мектеп лицейінен бастадым. Қазіргі таңда Ақшұқыр мектеп гимназиясында еңбек жолымды жалғастырып жатырмын. Тәжірибелі жылдарда осы аралықтағы қарбаласқа толы 2 жыл мен үшін талпына жүріп үйренудің, үйрене жүріп жетістікке жетудің баспалдағы болды. Жақсы сынып жетекші болу, жақсы сабақ өткізу, тіптен жақсы маман болудың ең қарапайым формуласы нәтиже, тәртіп және еңбек екендігін түсіндім. Жаңа заманға сай мұғалім болу үшін ақпараттық байланыс құралдарын сынып ішінде де, қашықтықтан да өз пәніңе ыңғайлап қолдана білудің маңызы зор. Жас мұғалім өзінің әдіс-тәсілдерін жетілдіріп, құзыреттілігін дамыту үшін түрлі конференцияларға, педагогикалық курстарға, байқауларға қатысуы шарт. Кез келген маманның көкейінде мен осы қоғамның сұранысын қанағаттандыра аламын ба деген сұрақ тұрары хақ. Мұғалім ізденуді тоқтатқанда ғана оның мұғалімдік қасиеті жойылады. Соның ішінде ұлы мақсатқа жетудегі жас маман үшін ең бір төте жол бұл түрлі сабақтарға қатысу. Мұнда тәжірибелі мұғалімнің ішкі мәдениеті, сабақ беру стилінен бастап, сынып атмосферасын толық талдауға кең мүмкіндік ашылады. Яғни ол тәжірибеге жетудегі ең бір тәжірибелі жол деуге болады. Қашықтықтан оқыту барысында өз тәжірибемде білімленд, альтест және Google Meet сияқты қосымшаларды, ал қалыптастырушы бағалауды жүргізуде Google Диск және Класстайм сияқты қосымшаларды, кері байланыс алған кезде Padlet сияқты қосымшаларды пайдаландым. Аталған қосымшалар еліміздің білім саласында кеңінен пайдаланылып келеді. Білім алушыларға қолжетімді сабақ өткізу мақсатында әрдайым үзбей YouTube арнасынан өз сабақтарымды жүргізіп отырдым. Мұндағы сабақтар 7000-нан астам қаралым жинап, оқушылардан еш кедергісіз кері байланыс алуға мүмкіндік туғызды. Менің ойымша, мұғалімнің жаңашылдығы ол өмір бойы ізденуден және өзінің тапқаны мен таппағанына үнемі іштей есеп беруден тұрмақ. Осы арқылы жас мұғалім сан сапалы нағыз ұстазға айналмақ. Жас ұрпаққа білім беру жолында бұның маңызы өте зор. Себебі кез келген мұғалім өз оқушысын өз биігінен артық ұшпаққа шығара алмасы анық.